Сәлем баршаңызға. Кезекті сынып сағатымыздың тақырыбы еңбекқорлық болмақ. Түсіндірмені бастамас бұрын әркезгідей сабақ жоспарына назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға еңбекқорлық туралы түсінік беру. Тек түсінік берумен шектелмей, түрлі тапсырмалар арқылы оны іс жүзінде де көру. Сонымен қатар, заманауи талаптарға сай еңбекқор тұлғаны қалыптастыру, еңбекқорлықтың алғы шарттарын өмірінің қағидалары ретінде қарауға үйрету. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз еңбекқорлық. Алдымен оқушылардың еңбекқорлық туралы қандай түсінікте екенін білу үшін дәстүрлі сұрақтарымызды қойып бастайық. Бірінші сұрақ: адамды адам еткен еңбек дегенді қалай түсінесіз? Иә, адамды адам еткен еңбек деген қазақ мақалы еңбек пен оқу арқылы адамның дамуын, жетілуін білдіреді. Бұл ұғым еңбек ету, табандылық таныту, білім мен дағдыларды алу арқылы адам өзі жүзеге асыра алатынын, қоғамда өз орнын таба алатынын көрсетеді. Өз саласында табанды еңбек еткен адам кәсібінде жоғары жетістіктерге жетеді. Еңбек ету жолында табандылық, жауапкершілік, адалдық, әділдік секілді қасиеттер дамиды. Еңбекпен табыстаған жетістіктер қоғамда адамды құрметті әрі пайдалы тұлға ретінде қабылдайды. Осылайша, еңбек адамның дамуында, қоғамдық өмірдегі орны мен мәртебесінде маңызды рөл атқарғандықтан, адамды адам еткен еңбек деуіміз әбден орынды. Екінші сұрақ: баланың еңбекқор болуында мектептің рөлі қандай? Дәл қазіргі сәттен бұл сұрақтың жауабын не деп ойлауымыз мүмкін? Әрине, баланың еңбекқор болуында мектептің рөлі өте маңызды. Мектеп оқушыларға білім мен дағдылар береді, еңбек етіп, мақсаттарға жетуді үйретеді. Мұғалімдер оқушыларды еңбек етуге ынталандырады. Түрлі тапсырмалар, тәжірибелерді орындау арқылы оқушының бойында еңбекқорлық қасиеті қалыптаса бастайды. Әртүрлі мамандықтармен таныстыру арқылы балалардың қызығушылығын арттырады. Мектеп баланың еңбекқорлығын дамытуда негіз қалаушы рөл атқарады. Үшінші сұрақ: еңбектенбей ақ жетістікке не мол табысқа жетуге бола ма? Еңбектенбей ақ таныстар, сәтті мүмкіндіктер арқылы кейбіреулер тез арада жетістікке немесе мол табысқа жету мүмкін, бірақ бұл тұрақты емес. Көп жағдайда табыс еңбектің, тұрақты қызметтің және табандылықтың нәтижесінде келеді. Жетістікке жету үшін білім мен дағдылар қажет, ал ол еңбек етуді талап етеді. Бүгінгі қоғамда бәсеке өте жоғары, ал бәсекелестік алдында еңбек етпеу сәтсіздікке әкелуі мүмкін. Төртінші сұрақ: жасанды интеллект адамның еңбектенбей керісінше жалқаулануына әсер ете ме? Бұл сұраққа жағдайға және адамның жасанды интеллектті қолдануына байланысты жауап беру орынды деп ойлаймын. Иә, кейде жасанды интеллект адамның еңбек етуіне және жалқаулануына әсер етуі мүмкін. Оның бірнеше себептері бар. Адамның жұмыстары автоматтандырылғанда, кейбір физикалық және зияткерлік еңбек қажет болмай қалады. Бұл жалқаулыққа, әрекетсіздікке әкелуі мүмкін. Мысалы, білімді кітаптардан ізденбей, чат GPT-ге қойып, ол жауап берсе, бұның адамға кері әсері бар. Ізденбеген сұрақ не білім жадта ұзақ сақталмайды. Жасанды интеллект уақытты үнемдеу мүмкіндігіне пайдасы бар. Дей тұрғанмен кейде адамдарды белсенділікке итермелемеуі мүмкін. Алайда, жасанды интеллект адамға мүмкіндік беріп, өнімділікті арттырып, жаңа идеялар мен жобаларды дамытуға арналған уәждеме жасауы да ықтимал. Негізінде, бәрі адамның жасанды интеллекті қалай пайдаланатынына байланысты. Сұрақтарға жеке тоқталған себебіміз: сұрақ қоюшы толық түсініп алуы қажет. Жауаптар қанағаттанарлық па соған қатысты. Сонымен, еңбек және еңбекқорлық. Жалпы, еңбек деген не? Еңбек бұл әрекет, іс, қимыл. Еңбек дегенде әйтеуір біреудің әрекет етіп жатқаны көз алдымызға келеді, иә. Демек, еңбек адамның ақыл, ойы және физикалық күшін жұмылдыру арқылы өзіне дейін жасалған тәжірибені пайдаланып, қажетті құрал саймандарды дәрігер болса, градусник, укол дегендей, және жұмыс тәсілін қолдану арқылы жүзеге асырылатын іс-қимыл процесі. Осылайша, еңбекті адамның өзінің өмірлік қажетін қамтамасыз ету жолында жұмсаған күш-жігері. Сәби дүниеге келген сәттен әрекетке түседі. Айналаға қарап зерттейді, ұстайды, еңбектейді. Тіпті осы еңбектейді деген сөздің түбірі еңбек. Демек, істі, еңбекті доғарсақ, өмір сүруді де доғарамыз. Адам жұмыс істеген кезде ғана толық адам болады. Адамды ештеңеде еңбекте ізгілендіре алмайды. Адам өзінің қадір қасиетін еңбексіз сақтай алмайды. Басты бетке жазған Абай атамыздың 8 аяқ өлеңінде:
тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деп, еңбектің адамның табиғи қажеттілігі екенін асқан көрегенділікпен жеткізген. Ал еңбекқорлық не? Еңбекқорлық адамды жақсы қасиеттерге баулитын мінез ерекшелігі. Ол адамды шыдамдылыққа, табандылыққа, ұқыптылыққа, мақсат қоюға, адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнатуға және шығармашылыққа жетелейді. Еңбекқорлық жүре пайда болатын қасиет, мінез. Ол отбасынан бастау алып, ата-ананың, мұғалімнің, қоршаған ортасының үнемі еңбектенуге машықтандыруынан бала бойында қалыптасатын дағдылармен бекітіледі. Үздіксіз үйренуге құмарлық, жаңалыққа құштарлық, шығармашылықты бағалау баланы еңбекқорлыққа бейімдейді. Дағдыға айналған осы қасиеттердің арқасында бала өмірде де кәсібінің маманы болатынына, жетістікке жететініне еш күмән келтірмейді. Еңбекқорлық бәріне өз әрекетімен жету, үйрену, білу, бұл адамға сенімділік береді. Еңбекқорлық тоқтаусыз жұмыс емес, мойнына алған жүктің жауапкершілігін сезініп жүйелі жұмыс істеу, кедергілерге мойымастан соңына дейін жеткізу деген сөз. Ақылмен ойлап, уақытпен жарысып, нәтиже көздей алу. Ал қазіргі қоғамда еңбекқор тұлғаны қалай қалыптастыра аламыз? Баланы дайынға үйретпей, жасына және қабілетіне қарай жауапкершіліктер жүктеу, істің жасалынуына үлгі, мысал көрсету. Себебі кейде әрекетпен көрсету айтып түсіндіргенге қарағанда нәтижелі болады. Нақты мақсаттар қоюды үйрету. Осыларды терең меңгерген бала еңбектенудің маңызын түсінеді. Еңбектену бақыттың ең бірінші шарты. Онсыз материалдық не рухани байлыққа қол жеткізе алмаймыз. Алдыңғы сабағымызда жомарттық туралы сөз қозғадық. Ал жомарт болу үшін әуелі еңбектенуіміз керек емес пе? Негізі осы сынып сағаттардың тақырыбы бірімен өте тығыз байланысты, бірі толықтыра түседі. Еңбек өсудің, табыстың және жетістіктердің негізін қалайды. Ол қалай? Оларға жеке тоқталып, мағынасын ашайық. Мақсаттарға қол жеткізу. Еңбекқорлық көбінесе жеке және кәсіби мақсаттарға жетудің кілті болып табылады. Бұл адамға мақсатқа жету жолында кедергілерден өтуге көмектеседі. Дағдыларды дамыту. Тынымсыз еңбек арқылы адамдар өздерінің дағдылары мен тәжірибесін арттырып, оларды өз саласында дұрыс қолдана алады. Тәртіп пен төзімділік. Аздан үздіксіз жұмыс істеу тәртіп пен төзімділікті қалыптастырады. Адамды қиындықтар мен сәтсіздіктерге қарсы тұруға дайындайды. Мүмкіндіктер. Үздіксіз еңбектену жұмыстың не мәнсаптың жоғарылауына, жұмыс ұсыныстарына және жеке өсу сияқты жаңа мүмкіндіктерге есік ашады. Сенімділік және қанағаттану. Жаңаға айтқанымыздай, күш салу, әрекет ету, жетістікке жеткізеді және өз қабілеттеріңізге деген сенімді нығайтады. Жағымды әсер. Еңбекқорлық айналамыздағы адамдарды шабыттандырады. Адамдардың әрекет етуіне әсер ете аламыз. Адамдарға айтқан емес, істеп үлгі болған әсерлірек. Қазақстандық Азамат Скаков. Қазір хит. Ол несімен адамдардың назарын өзіне аударды. Өзі айтқанын өзі істеуімен. Таңғы 4-те тұрады. Таңның берекетін түсіндіреді. Адамдар шындықты көруде. Таңғы 4-те оның инстаға пост, история салғанынан үлгі алды. Демек, бұл кісі айтқанын істеп жүр. Міне, нағыз маған үлгі, мені әсерлендіретін тұлға деп шабыт алды. Ұзақ мерзімді табыс. Дарындылық маңызды болғанымен тұрақты күш салып, еңбектену мансап пен қарым қатынаста ұзақ мерзімді табыс пен тұрақтылық береді. Қорытындылай келе, тынымсыз еңбек өсудің, табыстың және өмірдегі жетістіктердің негізін қалайды. Еңбектену және тынымсыз еңбектену жеміс береді дедік. Жаңа айтқанымыздағыдай құр сөз емес, мысалмен дәлелін көрейік. Оған жеке тоқталайық. Тынымсыз еңбектің жемісін беретін мысалдар. Табысты кәсіпкерлер. Илон Маск пен Опра Уинфри сияқты көптеген табысты бизнес иелері өздерінің қарқынды жұмыстары туралы әңгімелерімен бөлісті. Олар жиі сәтсіздіктерге ұшырайды, бірақ өркендеп келе жатқан компанияларды құруға табанды. Яғни, еңбектенуде табанды. Еңбектенуін тоқтатпай келеді. Жетістігі еңбектенумен. Спортшылар. Баршаның сүйіктісіне айналған Криштиану Роналду сияқты элиталық спортшылар жылдар бойы тынымсыз жаттығады. Көбінесе шеберліктерін физикалық әрі интеллектуалды түрде арттыру және мақсаттарына жету үшін сансыз сағаттарды арнайды. Нәтижесінде медальдар, кубоктар, қошемет, фонат, үлгі, табыс деген әңгімелер кетеді. Бұның бәріне еңбектенуі себепші. Джоанна Роулинг және сол сияқтылар өз қабілетін, білімін шыңдауға, қаншама рет, тым қияли, адам сенгісіз, ешкімге қажеті жоқ кітап деп баспалардан қайтарылса да, бас тартуға төтеп беріп, сәтсіздікті деп емес, процесті өсуге жол деп қабылдап, еңбектенудегі табандылығы оны табысқа жетеледі. Барлығы 7 кітаптан тұратын Гарри Поттер кітабы әлемнің әртүрлі тілдеріне аударылды және миллиардтан астам данамен сатылды. Статистикада әлемдегі ең көп сатылған кітап болып саналады. Инноваторлар. Стив Джобс сияқты инноваторлар өз өнертабысы бойынша үздіксіз жұмыс істеді. Сәтсіздіктерге тап болды, бірақ салаларды өзгертіп, өмірге әсер етті. Қазір адамдар Apple өнімінің шығуын кезекке тұрып күтеді.
Адамдар олардың еңбегін бағалап, инновациясына сенеді. Ең маңыздысы, епі мүлдем еңбектенуін тоқтатпады. Бұл жолда тұрақты әрі табанды еңбектенуде. Жалпы бұл мысалдар арқылы адалдық, еңбекқорлық, төзімділік пен қажырлы еңбектің маңызды жетістіктер мен марапаттарға қалай әкелетінін көрсеткіміз келді. Еңбекті екіге бөліп қарастырайық. Дене еңбегі мен ой еңбегі. Бұлар адамның жетістікке жету жолында әртүрлі рөл атқарады. Дене еңбегі, яғни физикалық күшті талап ететін жұмыстар, көбіне спорт, құрылыс, ауыл шаруашылығы сияқты салаларда қажет. Ол адамның физикалық дайындығын, төзімділігін және еңбекқорлығын дамытады. Ал ой еңбегі, яғни интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттерді талап ететін жұмыстар, бизнес, ғылым, медицина сияқты білім салаларында маңызды. Ой еңбегі адамның логикалық ойлауын, проблемаларды шешу дағдыларын және шешім қабылдау қабілетін дамытады. Жетістікке жету үшін бұл екі түрдің үйлесімділігі маңызды. Дене еңбегі күш, табандылық және физикалық сау болуды қамтамасыз етсе, ой еңбегі креативтілік, стратегиялық ойлау және білім береді. Әр адамның жағдайына, мақсаттарына және мансаптық бағытына байланысты, біреуі екіншісіне қарағанда артықшылыққа ие болуы мүмкін. Мысалы, футболды алайық. Бұл футболдан хабары жоқ адам үшін физикалық болып көрінеді. Бірақ бұл физикалық әрекетті әуелі ақыл, ойға салып барып қана іске асырады. Демек, жетістікке жету үшін әрі физикалық, әрі ақыл, ой еңбегін қолдандық. Қайсысы көп не аз екені жаңағы айтқанымыздай мансап пен мақсатқа байланысты. Енді осы физикалық еңбек пен ақыл, ой еңбегінің мағынасын толық ашатын мысалға тоқталайық. Маған Стивен Ковидің жасампаз жандарға арналған 7 дағды кітабы қатты ұнайды. Мысалды Кови ұсынған 7-ші дағдыдан алдым. Бұл дағды араны қайраңыз деп аталады. Бір кісі орманда серуендеп жүріп, жанталаса ағашты кесіп аралап жүрген отыншыны көріп, одан не істеп жатқанын сұрайды. Көрмей тұрсың ба? Ағаш кесіп жатырмын дейді отыншы. Әлгі жолаушы қатты шаршаған отыншыға аяушылық білдіреді. Отыншы сөзін жалғастырып, 5 сағаттан бері осындамын, күш кетіп, әрең тұрмын дейді. Жолаушы ендеше араны қайрап алуын, сол кезде істің өнімділігі артатынын айтып кеңес береді. Менің араны қайрап, демалып отыратын уақытым жоқ. Тез кесіп, жұмысымды аяқтауым керек дейді отыншы. Демек, қандай да бір адамның ақыл күші мен физикалық күшін бір іске жұмсауы толағай табыстарға жеткізіп, кемелдікке жетелейтінін ескеру керек. Егер отыншы тек физикалық күшін емес ақыл, ой күшінде қолданғанда уақыт үнемделеді, шаршап, шалдықпай, денсаулығына да жүк түсірмес еді. Сонымен еңбексіз даму болмайды. Ал еңбектің екі түрінсіз кемелдену болмайды. Еңбек деп жатырмыз. Ол қалай келеді? Оның құндылығы қандай? Оны дұрыс бағалап жүрміз бе? Соған тоқталсақ. Біз көп затты дайын күйінде көруге үйреніп қалғанбыз және осы арқылы көп дүниенің қадіріне жете бермейміз. Жай ғана боп көрінетін күнделікті қолданысымыздағы нанды алайық. Қазір оны барлық дүкеннен апамай сатып алуымыз, оны қырманда нан күйінде өсіп шығатындай көрсетеді. Әр затқа рухани көзбен қарап, ойлануға уақыт бөлейік. Шын мәнінде қалай? Алдымен жер жыртылады. Оған егін егіледі, ол суарылады, зиянкестерден қорғалады. Жинау уақыты келеді. Іске комбайншылар кіріседі. Егіннен тек бидай дәндері алынады. Бидай дәнін білеміз бе? Ол дәл күріш сияқты кіп-кішкентай. Ажыратылған бидай дәндерін диірменге тасиды. Одан ұн үгітіледі. Ұннан қамыр ашылады. Ыстық пеште піседі. Оның ыстығын айтыңыз, сосын барып дүкенге жол тартады. Бұл негізгі кезеңдері ғана. Енді оған кеткен еңбектің бағасын беріңіз. Қанша уақыт, қанша күн емес айлар, қанша қиындықтар, адамдар бірінің еңбегін бағалағанда ғана өзара құрмет пайда болып, бақытты қоғам қалыптасады. Осы 40 минуттық сабақ үшін мұғалімнің қаншалықты күш, уақыт жұмсайтынын білген оқушы ұстазының жеке басына және пәніне деген сыйластығы артар еді. Бұларды түсіну үшін әр дүниеге терең ой жүгіртіп қарау керек. Еңбекке баулу. Еңбек және еңбекқорлықты түсіндік, оның жемісін мысалдардан көрдік. Енді еңбекқорлықты қалай бойға сіңіреміз? Соған тоқталайық. Негізі, еңбек тәрбиесінің мақсаты тек еңбекке дайындау емес, болашақ жас буынды жан-жақты біліммен, жігітке қырық өнерде аз дегендей, кез келген іске бейімділікпен, кәсіпке қабілеттілікпен қаруландыратын дағдылар арқылы өмірге дайындау. Басты мақсат өмірге дайындау. Еңбекке қалай баулимыз? Еңбектің әр түріне сүйіспеншілікпен қарау, еңбек адамдарын үлгі тұту, еңбектерін бағалау арқылы. Мысалы, біз Павлодарда болғанымызда Бақыл Жамал деген апай мектептің жатақханасының тазалығымен айналысты. Таңертең жұмысқа кіріседі, түсте жарты сағатқа үзіліс жасайды. Сосын қайта кіріседі. Кешкі 5-6 шамасында жұмысын аяқтайды. Сондай қарапайым жұмысына адал адам еді. Оның шаршадым деген сөзін мүлдем естімегенмін. Отырып, адамдармен уақыт өткізгенін көрмегенмін. Күнде бір жұмыс, шынайы беріле жұмысын атқарады. Айлық ақысы өте аз екенін естігенімде, қазір нақты қанша екенін ұмытып тұрмын. Мен таң қалдым. Демек, адамның адал жұмыс атқаруы оның ақысына байланысты емес. Келесі, өзара келісім мен түсіністікке үйрету. Адам көпшілікпен жұмыс істегенде қарым-қатынас өте маңызды рөл атқарады.
шаруашылық саласындағы еңбек түрлерімен айналысу, қабілеттері мен іскерлік орнын анықтау, соған қарай қандайда да бір кәсіпке баулу, мамандықты дұрыс таңдауға дайындау. Еңбекке тәрбиеленудің негізгі тұсы еңбектің дұрыс бағалануы. Бұл адамды ынталандырады. Еңбек дұрыс бағаланбағанда адамның ішкі және сыртқы әлеміне кері әсерін тигізеді. Соңында адамның күйзелісіне себепкер болуы мүмкін. Сол үшін ата-ана, ұстаз балаға бұл бағытта мұқият түсінік беруі керек. Баланың өнерін қадірлеп, еңбегін еш кетірмейтін жолға бағдар көрсеткені дұрыс. Әке мен бала әңгімесі. Оны оқып уақыттарыңызды алуды қаламадым. Тақырыптың мәнін ашатын өте керемет әңгіме. Оқушылармен оқып, талқылап, қорытынды шығаруға болады. Тынымсыз еңбек жемісі. 2 бөлім. Шетелге ғана емес, өз елімізде де еңбек жолынан, еңбекқорлық қасиетінен үлгі аларлық тұлғалар жетіп артылады. Солардан өзіме ұнаған 2 кісінің өмір жолына тоқталғым келді. Мен бұл кісілермен Нарикби YouTube подкастындағы сұхбат арқылы таныстым. Асқар Бақытжанұлы математик, Қазақстандағы номер 1 математикалық тренажер Қалан KZ негізін қалаушысы. Маған оның өзін әлі күнге дейін мен мұғалімін деп таныстыруы қатты әсер етті. Бірнеше мектептерде жұмыс істейді. Балалардың болашағына жан күйдіріп, уайымдап, олардың білімін арттыру үшін түрлі зерттеулер, диагностикалар жасайды. Түрлі әдістерді сынап көреді. Бірақ кейбір мектеп жүйесінің әділетсіздігі себебімен жұмыстан кетіп, өз жүйесімен қазіргі Қалан математикалық тренажердің негізін қалады. Бұл бірден бола қоймады. Көп еңбек, табандылықтың нәтижесінде қазір еліміздегі ең алдыңғы, нәтижелі, дұрыс жүйелі тренажердің бірегейі. Толық Нарикби YouTube подкастынан тыңдауларыңызға болады. Келесі Аралбек Берікұлы ағамыз. Бұл кісімен де Нарикби YouTube подкастында таныстым. Өмір жолы, табандылығы, еңбекқорлығы мені өзіне баурап алды. Елорда мектебіне шақыртулар болуына қарамай, ауыл мектебінің болашағына пайдалы болуды мақсат етіп жолға шыққан. Әлсіз жүйеге байланған мектепті бірден өзгерту оңай емес. Оған уақыт, төзім, еңбектену керек. Маған әсіресе 19 мектеп туралы оқиға қатты ұнады. Әсерлендім. Қатып қалған жүйелерді бұзуға болатынын, жалпы оның мүмкіндігі туралы ойландым. Жоғарыда айтқан жағымды әсер қалдыратын деп айтып едік қой, соған сай тұлға деп таныдым. Толық Нарикби YouTube подкастынан тыңдап білуіңізге болады. Өмірде қанша кедергілер болса да, мақсатың айқын болса, табандылық пен еңбекқорлықты серік етіп, әрекет етуден бас тартпау қажет деп қорытындыладым. Демек, әр адам бастапқыда нол болып туылады. Әрекет, еңбегі жүре өзін дамыту мен жемістің дәмін татады. Қазір бұл кісілердің еңбек жолын сізге үлгі ретінде көрсеттік. Сіз де үлгі алып, мақсатыңызды айқындап еңбектеніңіз. Бір күні сізді де сізден кейінгі буынға үлгі етейік. Бұл бос орынға әрқайсыңыз лайықсыз. Тек еңбектенуден талмаңыз. Адам мақсатына жеткенде әрекет етуін тоқтатады. Бір мақсат, одан кейін келесі деп жалғастыруы керек. Және бұл мақсаттар биік болсын. Бұл биік мақсат сіздің білім мен қабілетіңіздің артуына орасан зор ықпал етеді. Мақсатты елестетіңіз. Жоғарыдан төменге қарай түсіндірген маған ұнайды. Қызыммен сөйлесеміз. Мысалы, дүкенде бір зат алатын кезде немесе өзгелерге бір зат сыйлайтын кездегі әңгімеміз. Соған бұл затты өзің сатып алатындай қаражатың болуды қалайсың ба? Ол үшін мамандығың болуы қажет. Сен ол мамандықты сүйіп істейтіндей болуың қажет. Және бұл мамандықтың табысы сенің қажеттіліктеріңді өтей алатындай болуы қажет. Ал мамандықты терең, толық білуің үшін не керек? Жақсы университетте оқуың керек. Жақсы универге түсуің үшін не керек? Жан жақты білімді болу керек. Жан жақты білімді болуың үшін не керек? Сапалы білімді әрі саналы тәрбиелі ұстаздардың берген білімін меңгеру керек. Жалқаулыққа бой алдырмай оқу керек. Негізі өмірімізге бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Бізде таңдау бар. Тоқтау не жүру? Алдағы өміріміз таңдауға байланысты. Және әрқайсысы өз уақытында атқарылса кемел болады. Әр уақытты ұтымды пайдаланып, жемістің дәмін татуға жүріс бастайық. Бұл жерде тақырыптың мазмұнын ашатын видео ұсынамын. Қажет деп білсеңіз хабарласыңыз. Жекеңізге жіберемін. Келесі таңдау, ойлану, табандылық, ізгілік, еңбекқорлық туралы кітаптарды оқуға ұсынамыз. Келесі зерттеу тапсырмасы. Құмырсқа мен бал арасындағы ұқсастық неде? Құмырсқалар мен бал араларының бірнеше ұқсастықтар бар. Әлеуметтік құрылым. Екеуі де колониялық өмір сүріп, ұжымда жұмыс істейді. Құмырсқаларда патшайым, жұмысшы және солдаттар болса, бал араларында да патшайым, жұмысшы аралар және ер аралар бар. Тамақтану. Екеуі де өсімдіктер мен тағамдарды жинайды. Бал аралары нектар жинаса, құмырсқаларда тәтті заттарды іздейді. Коммуникация. Екеуі де ес, дәм және бүй көмегімен бір-бірімен байланысып, ақпарат алмасады. Экосистема рөлі. Олар табиғатта маңызды рөл атқарады. Бал аралары гүлденуді қамтамасыз етсе, құмырсқалар топырақты аэрациялап, табиғатты тазалауға көмектеседі. Егер олардың күн тәртібі қолыңызға түссе, мынадай нәрселер көрер едіңіз. Таңертеңгі уақыт. Күннің алғашқы сәулелерінде колониядағы мүшелер уландыру, тазару және азық жинау жұмыстарын бастайды.
Яғни, күндік өмірін ерте бастайды. Таңғы берекетті қолданады. Күннің ортасы. Баларалары гүлдерден нектар жинап, оны ұяға қайтарады. Құмырсқалар азық іздеу және әлеуметтік әрекеттерді жүргізумен айналысады. Кешкі уақыт. Кешке қарай баларалары ұяға қайтып, нектарды өңдеуді бастайды, ал құмырсқалар ұяға кетумен айналысады. Меніңше, құмырсқа мен бал арасы да бізге беймәлім, мүмкін саналы, мүмкін бейсаналы түрде нағыз үлгі көрсетуші. Және тағы бір қызықты жай. Сынап көруіңізге болады. Егер құмырсқаның алдын тоссаң, оң жақтан, оңын тоссаң сол жақтан айналып өтіп, мақсатына жол тартады. Оларда артқа шегіну деген жоқ. Кейде осы қарсылық не жол тосу үшін де, мен осында не бар екенін міндетті түрде көремін. Бұл ісіңмен менің қызығушылығымды одан сайын арттырдың дегендей, қайтпас қайсарлық жасап жатқандай көрінеді. Пирамида ойыны. Ойын үшін резеңке жіп пен қағаз стакан қажет. Оқушылар 2-2-ден жұпқа бөлінеді. Жіңішке резеңке жіпті қағаз стаканға байлап, екі жақтан тартып, жіптің көмегімен стакандардан пирамида тұрғызуы керек. Бұл тапсырмада жылдамдық ескеріледі. Тапсырманың мақсаты: оқушы өзін сыни тұрғыдан ойлауға, шешім жолдарын табуға, жұппен бірлесе жұмыс жасауға, төзімділікке машықтанады. Көздеген мақсатқа жету үшін шыдамдылық пен аянбай еңбек етудің маңыздылығын түсінеді. Келесі тапсырма шығармашылық деп аталады. Негізінде, жасанды интеллект қолданысының артуы заманында адам бойындағы ең бағалы қасиет ол шығармашылық қасиет. Оны дамыту, біліктілігін арттыру қажет. Берілген суреттерді алдын ала принтерден қағазға шығарып алыңыз. Оқушылар 2-2-ден жұпқа бөлініп, суретке байланысты шағын әңгіме құрастырады. Әңгіме кем дегенде 10 сөйлемнен асуы қажет. Келесі тапсырма көшір деп аталады. Мұғалім тапсырманы қағазға принтерден шығарып алып, оны оқушыларға көрсетеді. Оқушылар 3-4 топқа бөлініп, тақтаға кесте сызып дәл суреттегідей элементтер, сөздер мен символдарды орналастырып көшіруі қажет. Бұл тапсырма есте сақтау қабілетін, зейінділікті және топпен бірлесіп, жұмыстарды бөлісіп орындауларына әсер етеді. Келесі тапсырма сәйкестік деп аталады. Мамандықтар мен оның мекемесін сәйкестендіру қажет. Мысалы, мұғалім мектеп, бірі F деген сияқты. Және бос орындарға сол мамандық не сол мекеменің 3 тілдегі аудармасын жазу қажет. Мысалы, мұғалім, учительница, teacher. Келесі ой-талқы тапсырмасы. Берілген сұрақтарға оқушылар өз көзқарасы, түсінігі, пікірі бойынша жауап береді. Бұл ойын еркін айту қабілетін арттыруға пайдалы тапсырма. Келесі қорытынды. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтар қалдырдық. Оқушылардың тақырыпты қалай түсінгенін анықтауыңызға көмектеседі. Келесі үй тапсырмасы. Мақсатыма жетемін деп аталады. Шетіне мән берсеңіз жылдағы өткен айлар сызылған. Яғни, жылдың аяқталуына аз қалды. Сіз жыл бойы не істедіңіз? Және не істеп үлгеруіңіз мүмкін? Сұрақтар бойынша кестені толтыру қажет. Келесі үй тапсырмасы. Сұхбат. Ата-анаңызбен сұхбаттасып, олардың еңбек жолы мен тәжірибесі туралы сұхбат алыңыз. Қалауыңызға қарай видео түрінде не жазып орындауыңызға болады. Сонымен бүгінгі еңбекқорлық тақырыбына арналған сынып сағатымыз тәмам. Барынша тақырыптың мағынасын түрлі мысалдармен, тәжірибелермен, тапсырмалармен жан-жақты ашуға тырыстық. Сабақ пайдалы болса қуаныштымыз. Ойыңызды комментке қалдырып, пікір білдіріңіз, достарыңызбен бөлісіңіз, лайк басыңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Аптаңыз сәтті әрі берекелі өтсін. Келесі түсіндірме сынып сағаттарда жолыққанша аман сау болыңыз.